Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге оңай әрі тегін жасалынатын электрондық портфолионы жасап көрсеткім келіп отыр. Бұл әрбір ұстазда болуы керек. Бұл портфолионы сайыстарға кез келген, сонымен қатар өздеріңіздің құжаттарыңызды, мәліметтеріңізді жинақтап сақтау мақсатында жасап қоюларыңызға болады. Міне алдарыңызда портфолионың үлгісін көрсетіп отырмын. Жалпы мәліметтеріңізді салып, құжаттарыңызды жинақтап, әлеуметтік желілерде тіркелген болсаңыздар, өздеріңіздің логиндеріңізді жазып қоюларыңызға болады. Сонымен қатар өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай кез келген мәліметтеріңізді салып қойсаңыздар болады. Сертификаттарыңызды, мұғалім жетістігін, шығармашылық жұмыстарыңызды, оның ішінде мақалаларыңызды газет журналдарға жариялаған барлығы бейне сабақтарыңыздың барлығын осы жерге салып қоюларыңызға болады. Бұл электрондық портфолио сайт негізінде жасалынады. Барлығын кірістіріп, салып, жинақтап қойсаңыздар, өте керемет дүние. Бұл портфолионы қалай жасаймыз? Соны сіздерге көрсетейін. Алдымен Google-ға кіріп, іздеу жолағына Google сайт деп жазамыз. Шыққан бірінші парақшамызға кіреміз. Барлығымыз өзіміздің аккаунтымызбен кіреміз. Менің өзімнің аккаунтым тұр. Егер де сіздерде аккаунт болмаса, добавить аккаунт деп ат жөндеріңізді жазып, соған сәйкесінше логин парольдеріңізді теріп, сақтап қойыңыздар, тіркеліп алыңыздар. Сол кезде Google сайтқа кірген кезде неше түрлі шаблондарды береді бізге. Осының ішінен өзімізге портфолио деген шаблонды аламыз. Бізге портфолионың шаблонын шығарып берді, үлгісін. Осы үлгі бойынша өздеріңіздің мәліметтеріңізді салып қоюларыңызға болады, немесе өз қалауларыңызша өзгертіп жасауларыңызға болады. Алдымен ваше имя деген жерге өздеріңіздің аттарыңызды жазып қойсаңыздар, немесе добавить логотип арқылы өздеріңіздің логотиптеріңіз болса, соны жүктеп қоюларыңызға болады. Сонымен қатар добавить заголовок деп, мұнда портфолио деп жазып қойсаңыздар болады. Бұны да өзгертулеріңізге болады. Фонын, кез келген фонды алуларыңызға болады. Мына жерден обложка есебінде, болмаса большой баннер, болмаса баннер, тек қана заголовок деп қойсаңыздар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша таңдауларыңызға болады. Сонымен қатар мына жерде темаға барып, өзгертсеңіздер де болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша өзгертіп қойсаңыздар. Енді астына өзіміздің аты жөнімізді, мамандығымызды, жұмысымыздың атын жазып қойсақ болады. Мектебі. Бұл жерден мәтінді өңдеуіңізге болады, өздеріңізге сәйкес көлемін кішірейтуге болады, шрифтіміздің түсін өзгертуіңізге болады. Қалауларыңызша өзгерте бересіздер. Енді бұны оң жаққа, ортаға туралай берсеңіздер де болады. Ортаға қояйық. Енді мына жерге суретті, өзіміздің суретімізді қоюымызға болады. Ол үшін заменить изображение загрузить деп. Енді бұл жерге өзімнің суретімді қойғым келіп тұрған жоқ, сондықтан осы
қала берсін. Бұның көлемін де былай жылжытып өзгертуге болады. Келесі, мұнда біз өзіміз туралы жалпы мәліметті жазып қоюымызға болады. Мұнда өзіміз вставкаға барып, бұның ішінде текст қосқымыз келсе, міне текстовое поле дегенді бассақ, мына жерге өзі автоматты түрде шығады. Уақыт алмау үшін мына жерден өзімнің жалпы мәліметімді көшіріп алайын. Сіздерде өздеріңізге оңай болу үшін алдын ала Word документке өздеріңіз туралы мәліметтерді жазып, сақтап, осы жерге көшіріп қоя қойсаңыздар болады. Бұл жерде де мәтінді өздеріңіздің қалауларыңызша өзгертулеріңізге болады. Түсін өзгертулеріңізге болады, көлемін өзгертулеріңізге болады. Сонымен қатар, мына жерде қажет емес болса, өшіріп тастауларыңызға болады. Картинаға барып, егер қажет десеңіздер, осы жерге өздеріңіздің презентацияларыңызды, жобаларыңызды қоюларыңызға болады. Сонымен қатар, мына жерге электрондық пошталарыңызды жазып кетсеңіздер де болады. Керек болса, болмаса алып тастауларыңызға да болады. Жалпы осы негізгі бетіміз бұл. Енді мына жерден оң жақтан егер сурет қойғымыз келсе, изображение кнопкасын бассақ, өзі автоматты түрде мында түседі. Мысалға, изображение десек, загрузить етіп, мында қоюға болады. Сонымен қатар, блок контент деген бар. Осы жерде егер мәтінмен бірге сурет жүктегіңіз келсе, осыларды таңдап, бір сурет немесе бірнеше суреттерді осы арқылы қоюларыңызға болады. Мұнда суреттеріңізді жүктеп, плюс батырмасын басып, загрузить арқылы немесе мына жерге мәтіндеріңізді жазуларыңызға болады. Өз қалауларыңызша өзгерте бересіздер бұны. Сонымен қатар, араларын ашу үшін разделитель қойып, қалауларыңызша жасауларыңызға болады. Енді бұл жерде страницы деген бар. Мұнда біз жоғар жағындағы парақшаларды немесе қосымша парақшаларды өңдеуімізге болады. Открыть параметріға барамыз. Бұл жерде басты бет деп өзгертсек болады. Немесе өздеріңіздің қалауларыңызша жаза бересіздер. Басты бет. Мұнда біздің негізгі мәліметтеріміз тұрады. Одан кейін мен обо дегенді бет қызмет нәтижесі деп қояйын. Осыған біз қосымша тағы да парақша қосуымызға болады. Добавить под страницуды басу арқылы, мысалға, сертификаттар, оқыған сертификаттарымыз, көптілік арттыру сертификаттарын, сонымен қатар жетістіктер, оқушы жетістігі, өз жетістігімізді жазуымызға болады, қоюымызға. Готовы. Міне бізде мына жақта сертификаттар мен жетістіктер шықты. Енді келесі мына жерге өзіміздің шығармашылық жұмыстарымызды салайық. Шығармашылық жұмыстар. Бұғанда біз қосымша парақша қосайық. Бұған мысалға мақалалар. Өзіміздің газет журналдарға жариялаған мақалаларымыз. Сонымен қатар бейне сабақтарымыз болса, бейне сабақтар қосып салып қоюымызға болады. Бізде мұнда барлығы да шықты. Енді бізге сертификаттарымызды
қосуымыз керек болады. Міне мына жерден бізде заголовоктың фонын өзгертуімізге болады. Изображение загрузить. Басқа фон қойсақ болады. Мысалға мен тек қоя салайын. Мына жерге былай. Болмаса өздеріңіз қалауларыңыз бойынша өзгерте бересіздер. Енді осыған өзіміздің сертификаттарымызды қояйық. Ол үшін вставкаға барып, дискіге барамыз. Егер мына жерде дискіде өзіміздің документтеріміз жоқ болса, Google дискіге барамыз. Осы жерден создать, загрузить файлға барып, өзімізге керекті документтерімізді салсақ болады. Міне мысалға открыть десек, Google дискіге түседі. Енді қайтадан жасап жатқан электрондық портфолиомызға барамыз. Осы жерден недавнийға барсақ, жаңағы салған дипломымыз, болмаса сертификатымыз түсті. Үстінен таңдап вставкаға барамыз. Осы жерде түседі. Тағы да салатын болсақ, дискіге барып, келесі сертификатымызды салып қоюымызға болады. Сонымен қатар бұл қандай жетістік немесе сертификат екенін білу үшін текстовый поляны қосып, мұнда жазып қоюымызға болады. Қайдан алдық, қандай жетістік екенін жазып қоюымызға болады. Бұл енді қазір маған керек жоқ. Бұны да ортаға қалаған жерімізге қоюымызға болады. Болмаса қасына қоюға болады. Енді келесі өзіміздің шығармашылық жұмыстарымыздан мақалалар кірістіретін болсақ, бұл көбіне бізде PDF түрінде беріледі. Сондықтан да дискіге барамыз. Бұнда дискінің ішінде тұрса, егер бірден алып қоюымызға болады вставка арқылы таңдап. Егер де дискілеріңізде сақталмаған болса, онда жаңағыдай Google дискіге барып, осы дискіге жүктеп аламыз өзіміздің мақаламызды. Кез келген документімізді осылайша қоя аламыз. Бізде электрондық портфолиомыз дайын болды. Барлық мәліметтерімізді салдық. Өзімізге қажетті сертификаттарымызды, жетістіктерімізді. Осылайша өздеріңіз оңай осы жолмен электрондық портфолионы жасай аласыздар. Сіздер үшін қызықты болды деп ойлаймын. Егер де тағы да осындай маңызды, қажетті ақпараттарды алғыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Тағы да сіздер үшін құнды ақпараттар шығарамын. Қош сау болыңыздар, қателеріңізге жарасын.